Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте нәзік ақ шоколад қосылған мұздай чизкейк фризи жасаймыз. Алдымен бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге шекер, ұн, крахмал және 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқаға шекерді қосып, жақсылап көтерілгенше миксермен 7-8 минут тоқтаусыз миксерлейміз. Енді үстіне ұн мен крахмалды сеуіп, жақсылап отырғызып алмай, күректің көмегімен астынан жоғары қарай араластырамыз. Бисквиттің қамыры дайын болды. Противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып, толығымен төсеп шығамыз. Духовканы алдын ала қыздырып алып, 165 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Бисквит толық суыған соң пергамент қағазынан босатамыз. Диаметрі 16 см болатын формамен 2 дөңгелек кесіп аламыз. Егер қалсаңыздар, бұл бисквиттен 3 дөңгелекте шығарып алсаңыздар болады. Бисквиттеріміз дайын, енді крем жасаймыз. 30 грамм суға 6 грамм желатинді қосып, толығымен ерігенше күтеміз. Творожный сырға шекерді қосып, жақсылап миксерлейміз. Ыстық сливкеге 200 грамм ақ шоколадты қосамыз. Шоколад толығымен ерігенше араластырамыз. Үстіне жаңағы суға ісіген желатинді қосып, жақсылап араластырамыз. Шоколад толық ерігенше араластыру керек. Сосын творожный сырға қосып, жақсылап крем болғанша араластырамыз. Кремді міндетті түрде тортты жинайтын кезде жасау керек. Өйткені құрамында желатин бар, тез қатып қалуы мүмкін. Енді тортты жинаймыз. Форманы 22 см етіп үлкейтіп, астына бір коржымызды қоямыз. Құлпынайды алдын ала 2 бөліп кесіп шығамыз. Сосын видеода көрсетілгендей етіп, форма бойымен түзелеп қойып шығамыз. Бисквитке крем сіңу үшін бисквиттің бетіне пропитка құямыз. Ол үшін 50 грамм су мен 50 грамм шекерді араластырып аламыз. Енді үстіне крем құямыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін кремді кондитерлік қапқа салып алдым. Оны салмасаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей етіп, кремді толығымен құлпынайдың бетін шапқанша құю керек. Лопатканың көмегімен кремді түзелеп жайып шығамыз. Үстіне екінші коржымызды қоямыз. Тура жаңағыдай бисквиттің бетіне пропитка құямыз. Сосын бетіне туралған құлпынайды қойып шығамыз. Бетіне қалған кремді құйып, түзелеп шығамыз. торт
торттың бетін құлпынаймен әсемдеп шығамыз. Тортты кемінде 4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сосын формасынан жайлап босатамыз. Міне тортымыз дайын болды. Крем өз формасын жақсы ұстап тұр. Енді дастарханға ұсынуға болады. Құлпынай маусымында осындай керемет, дәмі ауызда еритін, өте нәзік десертті дайындап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Толық құрамындағы керек заттарын описаниеге қалдырып кетемін. Назарларыңызға рахмет.